4 миллион теңге. Бұл Шалқар қаласы. Яғни бұнда тепловоз машинистің көмекшісі болып жұмысқа тұру 4 миллион теңге сұмдық-ай. Бұны шалқарлықтар менің сөзімді растайтын болады. Кеттік. Шалқарда ешқандай пара бермей жұмысқа тұру мүмкін бе? Мүмкін емес еш уақытта. Помощник машинистке. Өзім де тұра алмай кеттім, бәлен жылда балам да тұра алмай кетті, әйелім де тұра алмады. Ондай редкі болуы мүмкін. Мүмкін емес. Шалқар қаласында пара бермей жұмысқа тұру мүмкін бе? Мүмкін емес. Мүмкін емес, Шалқар қаласында пара бермей жұмысқа тұру мүмкін бе? Мүмкін емес шығар. Шығар ма, мүмкін емес пе? Мүмкін емес. Жақсы, рахмет аға. Шалқар қаласында ешқандай пара бермей жұмысқа тұру мүмкін бе? Қой жоқ. Шалқарда пара бермей жұмысқа тұру мүмкін бе? Мүмкін емес деп ойлаймын. Мүмкін емес деп ойлайсың. Мүмкін емес. Қазір өзің жұмыс істеп жатсың ба бір жерде? Қазір өзім жұмыссызбын. Шалқарда пара бермей жұмысқа тұру мүмкін бе? Мүмкін емес. Мүмкін емес. Пара бермей жұмысқа тұру мүмкін бе? Пара бермей? Иә. Ой, парасыз жұмысқа ала алмайды ғой? Алмайды. Алмайды. Өзің жұмыс жасайсыз ба қазір? Жоқ. Жұмыс жоқ та? Жұмыс жоқ. 6 балам бар, жұмыс жоқ. Бұл Мырзағұл Шуманұлы атамыз, яғни Орынбор Ташкент темір жолын құрушы белсенді болған. Осында еліме, жеріме, ұрпағыма деп осындай темір жол тастап кетті. Рахатын көрсін ұрпағым деп. Бірақ рахатын жемқорлар көруде, ай атамай.